Бақдәулет фермасы 8 жылдан артық уақыт бойы егіншілікпен және мал шаруашылығымен айналысып келеді. Жыл сайын шаруашылықтың егістік алқаптары кеңейіп, мал басы өсуде. Кәсіпорынды дамытуға фермерлерге қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы бойынша несие берген Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамы белсенді түрде ықпал етуде. О баста сол 12 жылы 500 гектар жерде егін шаруашылығын егістік. Қазір 8 жыл болды. 8 жылдың ішінде биылғы жылы 1250 гектар жерге күріш дақылын орналастырдық. 350 гектар жерге жоңышқа дақылын орналастырдық. Бірте-бірте жердің көлемін ұлғайтып, қазіргі уақытта 60 мыңның үстінде астық түсірдік, биыл жинадық. 50 центнердің үстінде гектарының өнім алдық. 1250 гектар жерге күріш ектік. Биылғы алған несиемізді көктемгі егіс науқанының егілуіне жұмсадық. Оның ішінде тыңайтқыштар сатып алу бар, жанар май сатып алу бар, қосымша үстеп қоректендіруге удобрение жаңағы самолет жалдап жұмыс жасауы бар. В общем, барлығы сол көктемгі егіс науқанына жұмсалды. Компания егін жинау науқанын уақытылы аяқтады және қазір жер жырту, жер көлемін ұлғайту және мал өсірумен байланысты жұмыстарын атқарып жатыр. Мұндай ауқымды жұмысты шамамен 70 адам орындайды. Комбайндар, соқасы бар тракторлар, НТЗ сияқты арнайы ауыл шаруашылығы техникасы да шаруашылыққа көп демеу болып жатыр. Мұның бәрі де Аграрлық несие корпорациясының қаржыландыру есебінен сатып алынған. Шаруа қожалығының ерекше мақтанышы күріш фабрикасы. Қызылордалық фермерлер күрішті өздері өсіреді және оны сатуға дайындайды. Бұл үшін мұнда күрішті орап қаптайтын зауыт бар. Бұл жерде корейский күріш зауыты бар. Былтыр салынды, Кореядан әкеліп, сағатына жаңағы 3 тонна шығаратын. Сол жұмыс істеп жатыр полный. Сосын астық тазалайтын конвейер бар. Мынау российский көріп тұрғаныңыздар. Ол да жұмыс істеп жатыр. Шаруашылық төрағасы бұл дәнді өсірудің тиімді екенін, ешқашан көп сақталмағанын және сұранысқа ие екенін айтады. Оны күрішті бөлшек саудада сатумен айналысатын қазақстандық кәсіпорындардың ресми дилерлері жаппай сатып алады. Сондай-ақ күріш Қырғызстан мен Өзбекстанға экспортталады. Сонымен қатар күріш өндірісі мал басын азықпен қамтамасыз етеді. Мал фермасында ірі қара мал, қой, жылқы өсіріледі. Олардың қысқа жем-шөбі дайындалып, орынжайлар жабдықталған. Бақдәулет шаруа қожалығы жылдан жылға ауыл шаруашылығының өсу қарқынын арттырып, отандық агроөндіріс қатарынан лайықты орын алып келеді.